Мектеп мәселесі бойынша коррупцияны оны дұрыс айтасыз. Мен бірінші келген кезде, осы жерде Сарыағаш ауданына келген кезде, балам қайда жіберемін деп сөйтіп айтқан. Содан кейін мен түсіндім да, бұл жерде тегін емес. Тексерттім. Тексерткен кезде бәрі аудандарда біз көрініп тұрады өзі. Аудан халықтың саны бар және қанша балабақша бар. Сарыағаш ауданында 2 есе көп басқа аудандармен салыстырғанда балабақшаның саны. Сөйтіп зерттеп қарасақ, енді қанша екені менде есімде жоқ, бірақ өте көп. Өтірік балабақшаны ары тасып, бері тасып, кішкентай балалар біреулер жоқ балабақшаға төлеп отырған. Содан кейін біз тексеру жасап, осы жерде мен естеріңізде болса, мен бөлім басшысына ескерту жасаған едім. Егер де осындай не болатын болса, сендердің барлықтарың жауапкершілікке тартыламыз. Мен өзім кірсем болмайды. Бәрі ауданда қазір осындай, былайша айтқанда, хищение анықталып, мен қазір 47 ма, бірдеңке 50-ден астам азаматта қылмыс іске тергеліп жатыр. Бұл жұмыс жалғастырылады. Ең қиыны, ең былай бұзылған жер деп айтайықшы, Сарыағаш ауданы. Бағана сіз айтқандай. Мынау мектебінен де, балабақшасынан да, басқасынан да. Барлық жағынан осы жерде нашар. Мен білмеймін не болғанын. Бұл жерде бағана коррупция деп осы ғой. Коррупция қоғамнан басталады. Қоғам қандай болса, коррупция сондай болады. Мынау мемлекет қызметкерді өздеріңіздің бір ағайындарыңыз ғой жерде. Сырттан келіп отқан ешкім жоқ. Көрші мемлекеттен келіп жұмыс істемейді. Біз өзіміз қоғам болып, өзіміз тұрлау керекпіз. Сонда ғана біз бір ретке келеміз.